19-шы есеп. Турист 3 күнде 102 километр жолды велосипедпен өтті. Бірінші күні екінші күнге қарағанда 3 есе кем, ал үшінші күні бірінші күнге қарағанда 12 километрге артық жол өтті. Турист екінші күні неше километр жол өтті? Біз былай жазайық. Бізде бірінші күн бар, екінші күн бар және үшінші күн бар. Біз осы 3 күннің әр қайсысында қанша километр жол жүргенін білмейміз. Демек, бірінші күні жүрген жолын мен x деп белгілеймін. Бірінші күні ол екінші күнге қарағанда 3 есе кем жол жүрген болса, демек керісінше екінші күні ол бірінші күнге қарағанда 3 есе артық жол жүрді. Демек, 3x километр жол жүрді дейміз. Енді үшінші күні бірінші күнге қарағанда 12 километрге артық жол өтті. Бірінші күнге қарағанда, x-қа қарағанда 12 километрге артық жол өтті дейді. Және осы 3 күннің барлығында ол 102 километр жолды жүріп өтті. Ендеше біз мынадай теңдеу құра аламыз. Бірінші күні жүрген жолы, қосамыз екінші күні жүрген жолы, қосамыз үшінші күні жүрген жолы, және осы жолдың барлығы 102-ге тең. Себебі 3 күнде 102 километр жол жүрді деп айтып тұр. Осы теңдеуді шығарайық. X-тардың алдында 1 бар екен біз білеміз. Демек, 1x қосылған 3x қосылған 1x ол бізге 5x-ті береді. 102-ден азайтамыз 12-ні. 5x тең болады 90-ға. Және x тең 18-ге. Демек, бірінші күні ол 18 километр жол жүрген. Ал бізден турист екінші күні неше километр жол жүрді деп сұралып тұр. Оны табу үшін ол бірінші күнге қарағанда 3 есе артық жол жүрген. Демек, 3x. Оны табу үшін біз 3-ті көбейтеміз 18-ге. 3-ті 18-ге көбейтсек 54 километр болады. Демек, турист екінші күні 54 километр жол жүрген. Нұсқалардың ішіндегі дұрысы Б нұсқасы.